облыс көлеміндегі және Ақтау қаласындағы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, оның ішінде жасөспірімдердің арасында құқықбұзушылықтың алдын алу, дене бітімі ірі, мінез құлқы жаңағы құқық бұзушылыққа бейім жастар өзінен төмен әлсіздерге бопсалау жүргізіп, жаңағы күш қолдану осындай жағдайлардың алдын алуымыз керек. Үйден тыс далада жүретін болсаңыздар, ата-ананың қарауынсыз, заңды өкілсіз жүретін болсаңыздар, анықталатын болса, ювеналдық полиция инспекторымен сіздерге Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының 2 бөлігі бойынша ата-аналарыңызға ескерту беріледі. Егер бір жылдың ішінде қайта ұсталатын болса, дәл осы баптың 442 баптың 3 бөлігі бойынша ата-аналарға 7 айлық көрсеткішінде есепке алынады және сіздерді Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің бұйрығына сәйкес бізде тізімдік есепке алынасыздар. Қазақ айтады, баланы 5 жасқа дейін бап, 5-тен 15-ге дейін қолың дайындалып жұмса дейді, 15-тен кейін досың дайындалып сырласын. Маңғыстау облысында жалпы білім беретін оқу орындарында жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықты болдырмау бағытында профилактикалық жұмыстар өткізілуде. Сонымен қатар заңнамада көрсетілген жасөспірімдерге ақпарат беріліп, түсіндірме жұмыстары жүргізілуде.